Баршаңызға сәлем. А2 базалық деңгей бойынша мәтін тыңдайтын боласыздар. Дайынсыздар ма? Олай болса бастаймыз. Мәтіннің тақырыбы әдет немесе ауқатты адамдардың күнделікті әдеттері. Томас Корли өзінің ауқатты адамдардың күнделікті әдеттері атты кітабында байлар мен кедейлердің өмірін салыстыра отырып жүргізілген өте қызықты зерттеудің қорытындысын келтіреді. Зерттеу қорытындысына сүйенсек, ауқатты адамдар теледидар қарауға уақыт шығындамайды. Зерттеу қорытындысына сүйенсек, ауқатты адамдар теледидар қарауға уақыт жұмсамайды, уақыт бөлмейді. Олардың 67% теледидарды күніне 1 сағатқа жетер-жетпес қана уақыт көреді екен. Кедей тұратындардың 78% реалити-шоу көрсе, мұндайды көретін байлардың үлесі 6% ғана. Есесіне, ауқатты адамдардың 86% кітап оқығанды жақсы көреді. Оқуды жақсы көретіндердің үлесі 26%. ақш-та ауқатты адамдардың 88% күн сайын кемінде жарты сағат әртүрлі жанрдағы кітаптарды оқиды екен. Ал тұрмысы төмен адамдардың арасында мұндайды әдетке айналдырғандар 2% ғана көрінеді. Ауқатты адамдардың 63% жұмысқа бара жатқанда да аудио кітапты тыңдауды әдетке айналдырған. Достар, ал сіздердің қандай әдеттеріңіз бар? Жалпы сіздер кітап оқисыздар ма? Осы зерттеу қорытындысымен келісесіздер ме? Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Бүгінге осы. Көріскенше сау болыңыздар.